Сәлем оқушылар, бүгін біз 10-шы сынып алгебрасындағы 19-9 есептерді қарастыратын боламыз. Ең алдымен есепке мән берсек, есеп бір күрделі қиын есеп сияқты болып көрініп тұр. Яғни синус бар, косинус, 4х аргументтер әртүрлі өрнектер берілген және олар қосылып тұр. Бірақ бұл есеп өте жеңіл түрде шығады, егер де біз тригонометриялық формулаларды жатқа білетін болсақ, оның ішінде осы қосу формуласын. Есепті қарайтын болсақ, синус 3х көбейтілген косинус 4х, қараңыздаршы, синус 3х көбейтілген косинус 4х қосылған косинус 3х көбейтілген синус 4х. Яғни бұл бізде синус альфа плюс бета деген формулаға келіп тұр. Яғни бізде альфа бұл 3х-ке тең, ал бета бізде 4х-ке тең екен. Яғни бұл бізде формуланың ықшамдалған түрі тең болады 2-ден түбірі 3. Мінекей, тригонометриялық формулаларды қолдана отырып, біз мына жердегі ұзын жолақты өрнегімізді қарапайым түрде ықшамдап жазып алдық. Яғни бұл бізде қосатын болсақ, синус 7х-ке тең. Плюс 3 бөлінген 2. Ал бұл бізде қарапайым теңдеу 7х тең болады. Минус 1-дің n дәрежесі арг синус түбірасты 3 бөлінген 2 қосылған pn. n тиісті бізде z-ке, функциондарға. 7х, жерде ақшамды жазып алайық. Минус 1-дің n дәрежесі арг синус түбірасты 3 бөлінген 2, ол бізде 60 градус, яғни бөлінген 3 қосылған pn. n тиісті z-ке. X-тің өзі керек, сондықтан теңдіктің екі жағында біз 7-ге бөлеміз. 7х-ті 7-ге бөлсек, x-тің өзі қалды. Бізге керегі минус 1-дің n дәрежесі. Пи бөлінген 3-ті 7-ге бөлетін болсам, ол менде оқушылар пи бөлінген 21 шығады. Қосылған pn бөлінген 7. n тиісті z-ке. Неге есебіміз аяқталды. Осылай түрде шығады екен. Синус 5х, косинус 3х азайтылған. Яғни бағанағы есепке ұқсайды, формула бірақ та ортасында азайту бар. Бұл бізде екінші жердегі формуланы береді екен. Яғни синус альфа минус бета. Біздің жағдайымызда альфа 5-ке тең, бета 3х-ке тең. 5х тең, 5х азайтылған 3х-ке тең. Ол бізде минус 0,5-ке тең болуға қажет. Сонда синус 2х тең минус 0,5 қарапайым теңдеуге келді. Осы жерде 2х тең болады. Синус минус 0,5 бұл бізде қалай болады? Минус 1-дің мына жерде n болды, ал бізде қазір n плюс 1 болады дәрежесі. Неге? Себебі мына жердегі теңдіктің оң жағындағы сан теріс сан. Оның таңбасынан құтылу үшін біз n-ге 1-ді қоса қоямыз. Сонда арг синус 0,5 болады, яғни плюс 0,5 қосылған pn тиісті z-ке. Ал осы жерден есеп өте деген шығады. Минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі. Синус 0,5 бізде 2-ден 1, сонда синус 2-ден 1 қай мәнінде бұрышта болады? Әрине ол бізде пи бөлінген 30 градуста, қосылған pn. n тиісті z-ке. X-тің өзін табу үшін біз теңдіктің жағында 2-ге бөлеміз. Сонда 2х-ті бөлсек, 2х минус 1-дің n плюс 1 дәрежесі. Пи бөлінген 6-ны 2-ге бөлсем, пи бөлінген 12 қосылған pn бөлінген 2 болады. n тиісті z-ке. Есеп аяқталды. Келесі үшіншісі. Косинус 8х көбейтілген косинус 4х плюс синус 8х бөлінген синус 4х. Бұл менде мына жердегі төртінші формула ұқсап тұр. Қараңыздар. Косинус альфа минус беттанікі ортасында плюс, және мына жақта косинус альфа косинус бетта, синус альфа көбейтілген синус бетта. Сонда мен ақшамда бірден бар жасам болады екен. Косинус альфа мен 8х, бетта 8х азайтылған 4х. Тең менде минус 1 бөлінген 2. Сонда косинус 4х тең минус 1 бөлінген 2. 4х-ті қаламыз. Плюс минус арг косинус 1 бөлінген 2 қосылған 2 pn. n тиісті z. Ал 4х. Мына жердегі арг косинус минус 2-ден 1-дің минусынан құтылғанда біз бағана синус сияқты жасай алмаймыз. Яғни бұл алдына түспейді таңбасы. Ол кезде біз не жасаймыз? Біз пи-ден азайтамыз. Пи азайтылған арг косинус, себебі бізде косинус жоқ функция қосылады. Котангенс пен косинусты біз пи-ден азайтып табамыз. 1 бөлінген 2 қосылған 2 pn. n тиісті z-ке. Ары қарай 4х тең болады плюс минус пи азайтылған арг косинус 1 бөлінген 2, ол бізде әрине пи бөлінген 3, 6 градусты береді. Төрт х тең болады плюс минус пи тең пи азайтса ортақ бөлінген 3 болады. Сонда 3-тен 2 пи 2 пи
оң жағында сол жағында 4-ке бөлеміз. X тең болады. Плюс минус 12-ден 2π. Неше 4? Мына жерде n тиісті z-ке. Қысқартсақ болады есепті бар. Плюс минус 6-дан π. Яғни қысқартамыз 2-ке. Қосылған 2-ке қысқартсақ 2-ден π n деген бізде жауап шығады. n тиісті z-ке. Мінекей бізде оқушылар есеп аяқ.